Оқиға кеше кешкі сағат 9-дар шамасында болды. Тәртіп сақшылары Ақтөбе Богословка тас жолының бойында Лада Приора автокөлігін тоқтатады. Алайда жүргізушісі машинадан түскен бойда полиция қызметкерлеріне қаруын кезенеді. Анықталғаны, күдіктінің бұрынғы сотталған, сондай-ақ қарақшылық шабуыл және күш көрсету арқылы топпен бірге автокөлікті заңсыз иеленгені анықталды. Оқиға орнында тәркіленген қару Ресей Федерациясының Башқұртстан полициясымен 2006 жылдан бастап ізделуде жүрген криминалдық қару санатына жатады. Қару бойынша бірқатар сараптамалар тағайындалды. Табельдік қаруды қолдану дерегі бойынша қызметтік тексеру жүргізілді. Бүгінгі таңда сотқа дейінгі тергеу Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 380 бабының 2 тармағы бұл билік өкілдеріне қатысты күш қолдану және Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 287 бабының 2 тармағы атыс қаруын заңсыз сақтағаны жөнінде 2 бап бойынша іс жүргізілуде. Анықталғандай, тәртіп сақшыларының қолынан ажал құшқан 33 жастағы қала тұрғыны болып шықты. Бұрын қарақшылық, ұрлық баптары бойынша түрмеде отырып шыққан. Сондай-ақ заңсыз қару ұстаған, өзгенің көлігін күш көрсетіп тартып алып айдап кеткен. Оқиға орнында тәркіленген қаруға 2006 жылы іздеу жарияланғаны белгілі болды. Оны Башқұртстан полициясы қылмысқа қатысы бар қару ретінде таппай жүрген. Оған сараптама тағайындалды. Қосымша ақпаратты біздің департаменттің өкілетті өкілі Лаура Жасұлан қызынан аласыздар. Бұл азаматтың дін жолын ұстанатындығы рас па? Ақпарат растайсыз ба? Мен өзімнің дерегімнің басында барлықтарыңызға айттым. Біздің қызметкерлердің алған ақпараты бұл азамат туралы қарақшылық. Билік өкілдеріне күш қолдану мен атыс қаруын заңсыз сақтау баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік ішінде күдіктінің өзі ғана болған. Облыстық ішкі істер департаменті бастығының бірінші орынбасары Арстанғали Заппаров ақтөбеліктер арасында тараған теріс ағым жетегінде жүргендер оқ атты деген ақпаратты растаған да жоқ, жоққа да шығармады. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, тәулік.